тіл байлығы елдің елдігін, жұртшылығын, ғылыми әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық құрылысын, салт санасының, жауынгерлік дәстүрінің, мұрасының қай дәрежеде екенін көрсететін сөзсіз дәлелі, мөлшері. Мемлекеттік тіл біздің еліміз үшін өте маңызды. Өздеріңізге белгілі Қызылорда облысы Арал ауданы Тексеуіл кентінде дүниеге келген болатынмын. Яғни көптеген қазақ балалардың арасында жалғыз түйір орыс бала болып өскен болатынмын. Менің есімім Гаврина Алла Николай, қызы Арқалықта туған кезде Қостанай облысында. Жергілікті басшылар солай деп жазып қойыпты. Николай қызы деп. Өте бір ерекше бір тұстардың бірі дер едім. Мен Африка, Нигерия мемлекеттен Қазақстанға 2019 жылда келдім. Келгенде ойынша кинода жоқпын. Себебінен мен мұсылманмын. Екіншісі қазақтар бізде қонақжайлық көрсететін. Мен осы мектеп табалдырығына баратын кезде қазақ тілін, яғни біздің мемлекет тілімізді толықтай меңгерген болатынмын. Әрине, бізді ешкім бұған мәжбүрлеген жоқ, ешкім қинаған жоқ. Біздің ортамыз сондай болды. Мемлекет тіл үйренгенімізге өте қатты қуаныштымыз. Өйткені мемлекет тіл бізге көптеген үлкен мүмкіндіктер берді. Егер біреумен түсінікті тілде сөйлессең, тіл табыса аласың. Ал оның ана тілінде сөйлер болсаң, ол сені жүрегімен түсінеді. Нағашы атам мен әжем негізі қазақтар. Бастапқы қадамдарын сол кісілер қалады десем, артық айтқаным емес. 10 жыл бойы қазақша оқып, қазақ тілін меңгеріп, қазақша сөйлеп кеттім. Ұлттың тілі сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтыртып тұрған қан тамыры сияқты. Егерде қан тамыры жабылып қалса, жүректе соғуын тоқтатпай ма? Біріншісі Астанадан келдім, сөзім мен. О себебім өзім рахат сезінем. Онда өмірімді бастадым. Алхамдулилlah қасырда, шүкір Алла қалайдан. Мен өзім қазақ кімнің сезінем. Тілін мәңгі жасаған халық өзі де өлмейді. Әрбір этностың өкілдерінің көшбасшылары алдағы уақытта тек қана мемлекеттік тілде сөйлеп, көптеген басқа да этностарға үлгі етсе, артынан еретін ұрпақ, жастар олардан үлгі алатын еді. Тіл достықтың алтын көпірі. Мен ағам екеумізді англиша сабақ береміз. Арамызда қазақ достарым Астанада. Onlar маған қазақ тілін жай бастап, орын алифбеден бастаймын, сөзін бір сөз, екінші сөзден. Қазақ тілінің жақсы тілі кейін болған жоқ, жұмсақ арып айтылы. Сіз бүгін қазақша сөйлемесеңіз, ертең ұрпағыңыз сөйлемейді. Себебі енді айтып жатырмыз ғой, дамушы елдердің қатарына қосыламыз деп. Енді осы ретте латын қарпінің өзінің бір қосатын үлесі бар. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде өз ұлтының тілін біліп көрмекте.